Америка президенті Дональд Трамп Николас Мадуроны тұтқындады. Енді келесі кезекте кім? Қай ел? Бұл сұрақ бүгінгі халықаралық саясаттағы ең қауіпті әрі ең көп талқыланып жатқан тақырыпқа айналды. Себебі Венесуэлада болған оқиға жай ғана бір президенттің тұтқындалуы емес. Бұл әлемдік тәртіпке тікелей соққы. Николас Мадуро ресми түрде Америка әскери күштерінің арнайы операциясы кезінде ұсталды. Ол Николас Мадуро мен оның жұбайы Силия Флорес Америка аумағына жеткізіліп, федералды сот алдында жауап беріп жатыр. Бұл жаңалық шыққан сәттен бастап әлем тынысын ішіне тартып қалды. Неге Мадуроны тұтқындады? Америка әкімшілігінің ресми ұстанымы біреу: наркотерроризм, халықаралық есірткі трафигі және жемқор режиммен күрес. Дональд Трамптың айтуынша, Венесуэла ұзақ жылдар бойы есірткі тасымалының негізгі торабына айналған. Ал Мадуро билігі бұл жүйені жаппақ түгілі, өзі соның бір бөлігіне айналған. Бірақ бұл тек айыптау ма, әлде үлкен геосаяси ойынның бастамасы ма? Трамп неге дәл қазір әрекет етті? Сарапшылардың айтуынша, мұнда үш негізгі себеп бар. Біріншісі Венесуэланың мұнайы. Бұл ел әлемдегі ең ірі мұнай қорларының біріне ие. Екіншісі Ресей мен Қытайдың ықпалы. Венесуэла соңғы жылдары осы екі елге қатты жақындады. Үшіншісі аймақтық қауіпсіздік. Кариб теңізі мен Латын Америкасы Америка үшін стратегиялық маңызға ие. Трамп үшін бұл тылау тек Венесуэла емес. Бұл ескерту. Келесі кезекте кім? Америка әкімшілігінің ішіндегі кейбір мәлімдемелерде мына елдердің атауы атала бастады. Куба, Никарагуа, Колумбия. Неге дәл осы елдер? Куба ондаған жыл бойы Америкаға қарсы символ. Никарагуа Ресеймен тығыз әскери байланысы бар. Колумбия ресми түрде одақтас, бірақ ішкі тұрақсыздығы көп. Бұл елдерге тікелей шабуыл бола ма? Әзірге белгісіз. Бірақ бір нәрсе анық, Мадуроның тұтқындалуы бүкіл аймаққа қорқынышты сигнал болды. Иран мен Солтүстік Корея кезек келуі мүмкін бе? Бұл ең қауіпті сұрақ. Иран ядролық бағдарлама, мұнай және таяу шығыстағы ықпал үшін маңызды. Солтүстік Корея бір қате қадам бүкіл аймақты соғысқа итермелеуі мүмкін ел. Сарапшылардың ойынша, Америка бұл елдерге тікелей әскери операция жасамайды. Бірақ қысым, санкция, кибершабуыл және саяси оқшаулау күшеюі әбден мүмкін. Әлем қалай жауап берді? Ресей бұл әрекетті егемен елге басып кіру деп атады. Қытай Венесуэладағы тұрақсыздыққа алаңдаушылық білдірді. Еуропа екі-үшті позиция ұстанды. Бір жағынан адам құқықтары, екінші жағынан халықаралық заң. Біріккен ұлттар ұйымында шұғыл талқылау өтті. Бір тарап диктатурамен күрес десе, екінші тарап халықаралық құқықтың бұзылуы деді. Қазір Венесуэлада не болып жатыр? Ел ішінде жағдай тұрақсыз. Уақытша билік мәселесі ашық тұр. Халық екіге бөлінген. Біреулер Мадуроның кетуін қолдайды. Енді біреулер Америка әрекетіне қарсы. Экономика әлсіреп тұр. Мұнай өндірісі мен экспорт болашағы белгісіз. Бұл әлемді қауіпсіз етті ме? Мадуро тұтқындалды. Бірақ диктатура құлады ма? Әлде жаңа хаос басталды ма? Бұл сұрақтың жауабын уақыт береді. Бірақ бір нәрсе анық, бұдан кейін ешбір авторитар режим өзін толық қауіпсіз сезіне алмайды. Келесі кезекте кім? Қай ел? Осы сұрақ қазір бүкіл әлемді мазалап отыр. Егер сізге осындай саяси драмалар, әлемдік интригалар мен қауіпті геосаяси ойындар туралы видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видео шығаруға үлкен шабыт береді.